Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз натурал сандар және нөл саны. Теория және практиканы қатар қарастырамыз. Цифрлар, натурал сан, разрядтық қосылғыштар ұғымымен таныс боласыздар. Цифрлар деген 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деген бұл бізде цифрларды береді. Жалпы 10 цифр бар екен. Енді цифрлар жұп және тақ болып бөлінеді. Жұп цифрлар 0, 2, 4, 6, 8 бұлар жұп цифрлар. Ал тақ цифрлар дегеніміз 1, 3, 5, 7, 9 бұлар тақ цифрларды береді. Натурал сан дегеніміз санау үшін пайдаланылатын сандар. Кез келген натурал санды осы берілген цифрлар бойынша жазуға болады. Мысалға 23, 15, 10, 178, 4756 тағы басқа. Ескере кететін жағдай 0 натурал сан болмайды. Натурал санның ең кішісі 1-ден басталады. Натурал сан ағылшынның n әрпімен белгіленеді. Келесі ұғым разрядтық қосылғыштар. Разрядтық қосылғыштар бірліктер класы, мыңдықтар класы, миллиондар класы және миллиардтар класынан тұрады. Бірліктер класы бірліктер, ондықтар, жүздіктер деген разрядтардан құралады. Бірліктер дегенге тоқталатын болсақ, бірліктер ол тек қана бір цифрдан құралатын болса, ол бірліктер жазады. Мысалға 5, 6, 9 деген секілді. Ал ондықтар ол екі цифрдан құралады. Мысалға 16, 25, 77 деген секілді. Ал жүздіктер 3 цифрдан құралады екен. 100, 112, 115 деген сандар бұлар жүздіктер класына жатады. Келесі жүздіктерге жатады. Келесі мыңдықтар класы бойынша мыңдық бірліктер 10 мыңдық және 100 мыңдық разрядтардан тұрады екен. Мыңдық бірліктер дегеніміз мың деген бірден кейін 3 0 бар, мың деген санда. Демек, бастапқы цифрымыз ол бірлікті береді. Мысалға 1 немесе 7 деп алсақ болады. Одан кейін 3 цифрды тіркеп жазатын болсақ, ол мыңдық бірлікті береді. Мысалға 1542 немесе 2777 деген секілді. Келесі 10 мыңдық. 10 мыңдық 10 деген екі цифрдан құралады ғой. Демек, екі цифрдан құралған саннан кейін 3 цифр тіркеп жазатын болсақ, кез келген, онда 10 мыңдықты береді. Ал 100 мыңдық. 100 мыңдық дегеніміз 3 цифрдан құралады, Мысалы, 3 цифрдан құралған 118 деген санды жаздым. Одан кейін де тағы да кез келген 3 цифрды тіркеп жазатын болсақ, онда ол 100 мыңдықты береді екен. Миллиондар, келесі миллиондар класы. Миллиондар класы миллиондық бірліктер, 10 миллиондар және 100 миллиондардан деген разрядтардан тұрады. Миллиондық бірліктер бастапқы тұрған цифрымыз ол бірліктен құралу керек, бірліктен құралады. Одан кейін бізде миллионда 6 0 бар, демек одан кейін 6 0 тіркеп жазсақ болады, немесе кез келген 6 цифрды тіркеп жазсақ, ол миллиондық бірлікті береді екен. Ал келесі 10 миллиондар. 10 миллион, бастапқы 10 дегеніміз ол екі цифрдан құралады ғой. Демек, бастапқы екі цифрымыз 10-ды береді. Яғни осы екі цифрдан кейін бізде тағы да 6 кез келген цифрды тіркеп жазатын болсақ, онда 10 миллиондарды береді екен. Одан кейін 100 миллиондар дәл солай. Бастапқы 3 цифр жүздікті берсе, одан кейін кез келген 6 цифрды тіркейтін болсақ, онда ол 100 миллиондарды береді. Миллиардтар класы да дәл осылай. Келесі 5 сынып математикалық оқулы бойынша Б мен С тобының есептерін қарастырамыз. А тобының есептерін өздеріңіз шығарасыздар деген ойдамын. Төртінші есеп, біріншісінде 7 және 23, екіншісінде 189 және 245, үшіншісінде 1002 және 1138 сандарының арасында қанша натурал сан орналасқан. Бұл есепті шешудің екі тәсілі бар. Бірінші тәсілі 7 және 23 сандарын қоспай, 8 саны мен 22 санын қоса алғандағы натурал сандарды аламыз. Яғни, міне жазып қойдым барлығын. Осы сандарды санайтын болсақ, бізде 15 саны шығады екен. Яғни, осы 7 мен 23 сандарының арасында 15 натурал сан бар деген сөз. Екінші тәсіл үлкен натурал цифрдан үлкен натурал саннан кіші натурал санды азайтып, одан 1-ді алатын болсақ, ол бізде 15-ті береді. 23-тен 7-ні аламыз, азайтамыз 1-ді 15. Демек, осы екі санның арасында бізде 15 натурал сан орналасқан екен. Осы
тәсіл арқылы қалған 2 мен 3-ті шығарсақ болады. Келесі, мынадай көп таңбалы сандардың разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жазыңдар дейді. Біріншісін жаздым. Бұл жерде 5 дегеніміз ондықтар разрядында тұр. Яғни 5 көбейту 10 деп аламыз. Қосылған А бізде бірліктер разрядында тұр. Демек 50 қосылған А болады. Келесі екіншісі Д бізде ондықтар разрядында тұр. Яғни Д көбейту 10 плюс 2 бізде бірліктер разрядында тұр. Сонда бізде Д көбейтілген 10 плюс 2 болады екен. Келесі де дәл солай. Қалғандары дәл осылай шығарасыздар. Келесі, периметр 14 см тең тіктөртбұрыштың ұзындығы мен ені қандай? Натурал сандармен өрнектелуі мүмкін дейді. Бізде периметрінің формуласы P тең 2 көбейтілген А плюс жақша ішінде А плюс P-ны береді. Бізде периметр белгілі, яғни 14. 14 тең 2 көбейтілген жақша ішінде А қосу Б. Бұл жерден А қосу Б-ны тауып алсақ, 14-ті 2-ге бөлсеміз 7. Яғни ұзындығы мен енінің қосындысы бізде 7-ге тең екен. Енді А-ның орнына, ұзындығының орнына 6 деген санды қоятын болсақ, 6, А бізде 6-ға тең болса, Б бізде 1-ге тең болады. Екеуінің қосындысы 7-ні береді. Келесі, А-ның орнына біз 5-ті қойсақ, Б бізде 2-ге тең. А-ның орнына 4-ті қойсақ, Б бізде 3-ге тең. Енді А-ның орнына біз 4-ті қоя алмаймыз, өйткені 3-ті қоя алмаймыз. 3-ті қоятын болсақ, мына жақ бізде 4 болып кетеді. 4 болып кетеді. Демек, бізде мына жерде ұзындығы еннен ұзын ғой. Демек, ол цифрларды ала алмаймыз. Сонда бізде мынау есептің жауабы болады екен. Келесі, мына сандардың арасында қанша натурал сан орналасқан дейді. Бірінші тәсіл. Жаңағыда разрядты қосылғыштарға жіктеп алып, бір-бірінен азайтып тастауға болады. Мысалға, мына біріншісін біз 40 плюс А деп алсақ, екіншісініңкі 30 плюс А-ны береді. Енді екеу бір-бірінен алатын болсақ, онда 10 шығады. 10-нан 1-ді алатын болсақ, жаңағы 10-нан 1-ді алып тастаймыз, 9 болады. Немесе екінші тәсіл, мына А-ның орнына кез келген бір цифрды қойсақ болады. Кез келген бір цифрды қойсақ болады. Мен мысалға 2-ні алдым. Кез келген қойға болады. Бірақ екеуіне де бірдей санды қоясыздар. Мысалға мен А тең 2 деп алдым. Ондай болса, мынау 32 болады, мынау 42 болады. Сонда 42-ден 32-ні аламыз және олардан 1-ді алып тастаймыз формула бойынша. Тең, сонда 9 шығады екен. Келесі де дәл солай, осында 2 тәсілмен шығаруға болады. Келесі бірдей цифрлар қайталанбайтындай етіп, бірінші 2, 8, 7, екінші 5, 0, 9, үшінші 4, 5, 6, 7 цифрларынан тұратын барлық 3 таңбалы сандар жазыңдар. Бірінші жағдай бойынша қарастыратын болсақ, онда 2, 8, 7 цифрларын жазып аламыз бірінші тізіп, одан кейін 2-нің артына 7, 8 цифрын тіркеп жазсақ, 278 шығады, одан кейін керісінше 287 деп жазып аламыз, одан кейін 8-ге 2 мен 7-ні тіркеп жазамыз, 827, одан керісінше жазамыз, 872. Дәл солай 728, 782. Яғни бірінші есеп бойынша бізде 3 таңбалы сандардан 6 цифрды 6 санды құрастырып жаза алады екенбіз. Келесі екіншісі. 5, 0, 9. 0-дан басталмайды бізде сан. Сондықтан 5 пен 9-ды қарастырамыз. 5 пен 9-ды жазып аламыз. 5-тен кейін 9, 0 деп жазып алсақ болады, 590 шығады. Немесе 0, 9 деп керісінше тіркесек 590 шығады. Одан кейін дәл солай 950, 905. Сонда 3 таңбалы саннан 4 сан шықты. Келесі де дәл солай кете береді. Мына жерде де бірінші жағдай бойынша тек қана 4-ті қойып жазсақ, онда бізде 6 сан шығады екен. Одан кейін мынада да 6, барлығында 6 сан шығады. Сонда 6-ны 4 көбейтіп тастаймыз, 24 шығады екен.